Қыстың қамын жаз ойла, шудағы шаруалар мал азығын дайындауға кірісіп кетті. Ауданда көп жылдық шабындықтар орылып жатыр. Сонымен қатар дала шөбіне де шаруалар шалғы салып, жинап алуға ниетті. Шу ауданда 19 ауылдық округте 139.451 гектар ауыл шаруашылық мақсатындағы егістік жерлері бар. Оның ішінде 28.261 гектары суармалы, 111.190 гектар тәлімді егістік жерлер. Сонымен қатар мал азығы дақылдары 4.100 гектарға орналастырылған. Қысқа шөппен қатар дәнді дақылдар да азық ретінде жиналады. Бірден бір ауыл шаруашылығындағы егетін өнімдерінің бірі жоңышқа дақыл болып табылады. Бұл жоңышқа көп жылдық шөп, бұл мал азығының ең бастысының бірі. Бұл жерде шаруалардың көбісі осынымен айналысады. Бұл тек қана біздің Жаңажол ауылын ғана қамтып отқан жоқ. Бұл Шу ауданының көршілес Қордай ауданында, Алматы облысынан да келіп, азаматтар осы жерден өздерінің мал азықтарын алып кетіп жатыр. Мал азығын дайындауға аудан бойынша 51 шөп шабатын комбайн іске кірісіпті. Сонымен қатар 4 жатқа 143 тіркелмелі шөп шалғы 139 жинауыш пресс техникалары тартылған. Осы жылы мектеп бітірдім. Сол атамның СПК 2021-ге мүше болып кірдім. Тракторлар жана өте ыңғайлы қолданған. Пресс подворчигімізді жана күнне 2000 түктен көп жасаймын. Сонымен 20 гектар жоңышқа бар. Екінші көсін шауып бітірдік. 6000 түктей шықты. Сол СПК-да жұмыс істеп атқандарын таратып көмектесіп беріп жатыр, СПК-да жұмыс істеп атқандарға. Шаруалар биыл жер берекелі, мал азығын молынан жинап алуға мүмкіндік бар дейді. Шерхан Дакен, Жұмахан Чехаев, Айқын ақпарат, Шу.